Ертеде бір бадырақ көз деген қаншайым, кішкентай қаншайым өмір сүріпті. Ол өзінің мама папасы оны жақсы көреді, жақсы тәрбие берген, жүрегі сондай нәзік, адамдарды жақсы көреді. Ол кішкентайынан түрі қорқынышты болып туылған. Содан кейін ол көшеге шықса, балалардың барлығы одан құбыжық адам деп қашады екен. Содан кейін бұл қыздың ешқандай досы жоқ. Өзімен өзі үйден шықпай ойнайды екен. Өзімен өзі көзін шұқиды, құлағын шұқиды. Арасында әйтеуір өзімен өзі сөйлесіп ойнайды, ұйықтайды. Сондай қыз болыпты. Оның арманы өмірде жақсы бір дос тауып, сонымен өмір бақи дос болып, адал дос болуды қалайды екен. Оған мысық, күшік асыраған екен. Ол мысық күшігі де бұдан қорқып, қашып кеткен ол көшеге. Содан енді бұл бадырақ көз қаншайым қазір арманын орындау үшін күнге Алладан тілейді екен. Я Алла, маған керемет бір дос берші деп тілеп, өзі мәз болып жүр екен. Сіз арманыңызды айта қойыңыз. Менше адамдармен дос болғым келіп, ойнағым келіп, адамдармен қорықпаса екен деп тілеймін Алладан. Арман дос табуым керек, сондай адамдармен қорықпаса екен дейді. Я, мен мейірімдімін дейді. Менің жүрегім ақ дейді. Менен қорықпаңыздар. Менің түрім жаман болған. Мен ешкімге зияным жоқ. Өзіммен өзім жүрген кішкентай қаншайым қызбы дейді. Бадырақ көз деген қаншайым қыздың үйінің дәл жанында Крик деген бір бала өмір сүріпті. Ол бала да өте ақылды, бірақ кішкентайынан түрі жаман болып туылғаннан кейін одан барлығы қорқып қашады екен. Ол баланың жасы 9-да екен. 9 жыл бойы үйінен ешқайда шықпайды екен. Және де ол бала есепті қатты шығарады, сабақты қатты оқиды. Бар осы 9 жасқа дейін өмірін білімге арнап келеді. Ол баланың да арманы өзі сияқты бір достар тауып, адамдармен жақсы араласып, адамдар менің түріме қарамасыншы, менің жүрегімнің ақтығына қарасыншы деп ойлайды екен. Алладан тілеп, күніге бір жақсы дос тапсам екен, адал дос болсам екен деп тілейді екен. Өзінің арман тілектерін дәптерге жазып, өзі сондай жақсы бала екен. Бірақ адамдар бұл көшеге шығып, өзінің жақсылығын, өзінің ешкімге зияны жоқ екенін айтам дегенше, адамдар бұдан қашып, қорқып қашады екен. Балалардың өзі ойнамай, құбыжық деп мазақтап, бұл баланы далаға шықса мазақтағаннан кейін, бұл бала ұялғаннан үйіне жүгіріп кетеді екен. Бірақ ол бадырақ көз қыздың үйінің дәл жанында тұратынын байқамапты, ешқандай да бір-бірін. Көшеге шықпаған. Бір күні бадырақ қыз далаға шығып көрейінші деп, жайлап есігін ашып, далаға жайлап шығыпты. Өзі бірақ қорқып тұрыпты. Оның бір көзі анда-санда түсіп қала береді екен. Одан кейін Крик деген балада сол күні далаға шығып көрейінші, дала күшті болып тұр, жылы болып тұр деп, ол бала да далаға шығып, керіліп, күннің көзін көріпті. Содан екеуі бір-бірін кездестіріп қарап қапты да, бір-біріне қорқып, қайтып кіріп кетіпті үйлеріне. Одан кейін кішкене ойланып тұрыпты дағы, тағы да бір-біріне қарап көрейін деп қызықтап, біраз болған адам көрмегендеріне бір-бірін көріп, тағы да қорқып кіріп кетіпті. Сосын ойланыпты да, жоқ, көрейік деп екеуі бір-бірімен көрмекші болып, екеуі де жайлап шығып,
бір-бірімен амандасып сөйлесіпті. Сәлем, есімің кім? Менің есімім Крик. Менің атым Бахманқұл. Сен мен сияқты адам екенсің? Сен далаға шығып көрмегенсің ба? Мен шыққам, менен бәрі қорқады. Мен дос болғым келеді. Мен бірақ өмірімде бір-ақ рет шыққам. Адамдар қорықты. Онда екеуміз дос болайық. Атым Бақырақ көз. Менің атым Крик. Далаңда сен үйіне қонақ қарайды. Онда кеттік. Содан Крик Бадырақ көз қызды Ханшайымды үйіне қонаққа шақырыпты. Екеуі бірге қуанып, достапқандарына қуанып кетіп, Крик деген бала бүкіл ойыншықтарын Бадырақ көздің алдына жайып салған ғой. Сөйтіп екеуі қуанып кетіп, одан Бадырақ көз қыз Крикті құшақтап алыпты. Рахмет, досым, мен дос таптым, рахмет деп қуанып, жүрегі жарылып, көзі түсіп қалса да, мәз болып қуана берген ғой, есі шығып. Аллаға рахмет айтып, бір кезде екеуі әбден ойнапты. Одан тұрғанда екеуі жүгіріп ойнапты. Екеуі жүгіріп, жан-жаққа жүгіріп, қуалап, бір-бірін мәз болып, жазып арасында сабақ оқып, бір-бірін құшақтап, екеуі өмірінде бала болып бір ойнамаған, естері шығып ойнаған ғой екеуі. Билеп екеуі ойын ойнап, бір кезде Крик айтыпты, кел жазу жазамыз екеуміз деп, жазу жазып көрейік деп. Ол Бадырақ көз деген қыз өмірінде жазу көрмеген, таң қалып тұр дейді жаңағы. Өлә, мынау не деп, қас ғасырынан келген адам құсап, таң қалып тұр екен. Сол мына жерде Крик өлтіріп тұрып Бадырақ көздің суретін сап беріпті. Сонымен Бадырақ көз оны жазып, Ханшайым ғой енді, қанша дегенмен қыз жүрегі жарылып, жазып көріп, мәз болып қуанып жатыр екен екеуі. Енді екеуі ойыншықтармен ойнайық жүр деп, ойыншықтармен ойнайтын болыпты. Содан достарын атын жазып, екеуі мәз болып, енді ойыншықтармен ойнайықшы, ойыншық менде ойыншық жоқ депті, Бадырақ көз айтыпты. Сөйтіп, онда мен саған жарты ойыншығымды, мен саған берейін сыйлыққа. Енді мына дос деген керемет ақкөңіл бала екен, Крик деген. Кәдімгідей Бадырақ көзге жарты ойыншығын сыйлап жіберген ғой. Жігіт болып, романтичный, өте керемет ақкөңіл жігіт екен. Онда менде саған сыйлығым бар, бір көзім. Масқара, атам заманда бір көз берген адамды көрдіңіздер ма? Бадырақ көздің датабы ақылдылығы, ақкөңілдігі Крикке бір көзін беріпті. Крик ондайды көрмеген, көзін қай жеріне тағатын, бұл өзінде көз болмағасын түсінбей, оны мұрнына тағып жатыр екен, бір кезде есі шығып. Өзі түсінбей жатыр. Бұлайынан ойна дейді менің көзіммен дейді. Енді Крикте 3 көз болатын болыпты. Сонымен екеуі кәні ойыншықтарды ойнап тастайық деп жинап, ойыншықтармен ойнап жатыр екен. Құрметті достар, Бадырақ көз Ханшайымның рөлінде ойнаған біздің Раяна Дарағыз. Маскадан кәдімгідей терлік кетті, достар. Мені фильміміз қызық болса, комментарий жазыңыздар. Криктің рөлінде ойнаған Мирас батырымыз біздің. Мирас пен Раяна міне бүгін осы рөлді алып шықты, достар. Еңбегін бағалап, комментарий жазыңыздар. Екеуіміз қосылып отырамыз, жақындаңдар екеуің. Достар, қараңыздар, мұнда көз батыр. Достар, комментарийға Раяна Мирас алға деп жазып, бізді қолдап кетіңіздер. Әне, достар, бізді қолдап, осылай еңбегімізді сіздерге қызық болсын деп. Сосын, достар, біздің бұнда айтпағымыз, дос таңдасаңыздар, оның түріне, киіміне қарамаңыздар. Балалар, дос таңдасаңыздар, ақкөңілдігіне, адал достығына қараңыздар. Түрге қарап, ақшасына қарап, ешкімді менсінбей кетуге болмайды деген мағынада түсірдік.
барлығыңыз бұл әлемде жаман бала да жоқ, жаман адам да жоқ. Барлығымыз доспыз. Достар, сіздерге бір нәрсе айтып өтейін. YouTube достарыңызды ақша үшін пайдаланып, ақшасын құрбысқа құртпаңыздар. Сіздер ақшаларыңызды бөлісіп, олармен бірге дос болып, оған адал дос болыңыздар. Әрқашанда адал достар жасасын. Видеомыз қызық болса, лайк, комментарий аямаңыздар. Біз де ақшалық ұтысты аямаймыз. Сау болыңыздар.